Сәуір айының 17 жылдызында Өскемен қаласын көгалдандыру мақсатында ағаш отырғызу жұмыстары жүргізілді. Bir тал ексең, 10 тал ек демекші аталмыш іс-шараға Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің студенттері қатысып, өз үлестерін қосты. Көктем келіп, көк шыға көшеттерді отырғызу маусымы да басталып кетті. Өскеменде көгалдандыру бағдарламасы аясында биыл 17 мың түп көшет егілмек. Өңірдің табиғи жағдайына бейім шырша, терек, қайың және шегіршін сияқты ағаштар отырғызылады. Жыл сайынғы дәстүрлі түрде өткізілетін іс-шара биыл да жалғасын тапты. Жасыл желек жанға сая деген ұранмен қаламыздың жаңа көркейіп келе жатқан Есенберлин даңғылында қала әкімі Жақсылық Омар, әкімшілік қызметкерлері, сонымен қатар студенттердің қатысуымен 300-ге жуық көшет отырғызылды. Бұл шарада Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің жалындаған студенттері тыс қалмай, қаланы көркейтуге өз үлестерін қосуға дайын екенін жеткізді.